Абайдан 24 қара сөзім. Жалпы осы біздің жер шарында 2 миллионнан аса адам бар, яғни 2 миллион қазақ бар. Енді осы біздің қазақтың мал іздеуі, өнер іздеуі, жұмыс істеуі, жатуы, ұйықтауы, бәрі қалай қимылдаса да, оның бәрі басқа елдерге қарағанда өзгешелеу. Себебі біз қазақ әйтеуір біреуді аңдып, біреуді қорлап, біреуді зорлап, әйтеуір істемейтін ісіміз жоқ. Біреуге жаманшылық істеп, солай бір-бірімізді аңдып өтеміз бе? Әйтеуір осы адамдар, біздің қазақтар, бір-бірімізді әйтеуір осылайнан бір-бірімізге қор болып, бір-бірімізді аңдып, өмір бақи жүретін сияқтымыз. Себебі мысалы қарап тұрсақ, сырттай біреуді аңдып, ақымақтық істеп жүрген сияқты. Себебі бұл біздің қазақтың осылайнан ақымақтығы. Сонда бұл біздің қазақтың ақымақтығы ма?